Мен ойлаймын да, көпшілік еркектер, бәрі деп айтпай ақ қояйын, көпшілік еркектер әйелдерден қорқады. Осы уақытқа дейін қазақтың берген тәрбиесі дұрыс емес деп кесіп айта аламыз ба сонда қазір? Біреуді ренжітіп алмайын деген кезде, біреуге бережно, экологично қарым-қатынас жасап жатқан кезде, өзіңізді ренжітіп жатырғаныңызды ұмытпаңыз. Ішкі жайлылығы жоқ адам ешқашан сыртына тыныштық бермейді. Бала көтере алмау, бала сүйе алмау психологиямен байланысты ма? Қайырлы күн, құрметті Леп подкастының көрермендері, кезекті шығарылымды бастаймыз. Бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз ер адам мен әйел адамның қарым-қатынасына арналады. Және бүгін бізде қонақта Ғалияш Мақашева, психолог, гештальт терапевт, сонымен қатар мен өзімде жалғызбын кітабының авторы. Қош келдіңіз. Қолыңды бер деген кітап жазғам. Соңғы кітап осы болып тұр ғой? Иә, осы екі кітап. Ол да еңбегім еленсін деп жатырмын да. Жақсы, ол жайды айтатын боламыз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, жақсы. Бүгін қанша пайызға ашыламыз? Қанша пайызға керек, сонша пайызға ашыламыз. Жақсы. Қажеттілік қаншалықты? Қош келдіңіз, Ғалияш апай. Алғашқы сұрағым, мен былай ойлаймын да, қыз бен жігіт қосылғанда, жалпы үйленеміз деп шешкенде немесе жүріп жатқан кезде олардың басындағы жігіттің және қыздың жігітінде басындағы травмалары бір-біріне сәйкес келу керек. Сонда олар қосылады. Екеуі де мысалы Арнат үйінің кенжесі. Мысалы, мен үйімнің үлкенім. Сондай сияқты бір-бірімен бір травмаларына байланысты бүйтіп пазлдары келіп солай қосылатын сияқты. Немесе екі сау адам қосылады. В большинстве случай жаңағыдай бір-біріне пазлдар келетін адамдар қосылатын сияқты. Сондай ма ол? Жалпы екінші жартысын адам қалай таңдайды? Екінші жартысын адам қалай таңдайды десек, бізде көбіне бір түсініктер бар ғой, мысалы мынаған қарама, мынандайына қара деген нәрселер бар да. Сіздің сөзіңіздің жаны бар. Адамға не жетпей тұрады, нені толықтырғысы келеді, соны табады да. Ол адамға біз мысалға айтамыз, бір не айтады, бір клиентім айтады да, сырт бейнесіне қарау керек па деп. Жігіттің да. Сол кезде мен айтам, қараңыз деймін да, құлағы үлкен болса, жақындамаңыз деймін. Неге дейді? Себебі оның құлағын тартып тентек болғандықтан. Әбден зартып тастаған шығар деймін. Немесе тырнағына қараңыз деймін. Тырнақтар қысқа болса, жақындамаңыз деймін. Неге деп таңғалады. Мен айтам, үйінде ұрыс керіс көп болып бұрышта отырып, тырнағын тістеп тастаған шығар деймін де. Бір жағынан сөздің жаны бар, шын мәнінде олай емес қой. Шын мәнінде оған мән бермейміз. Әр адам өзіне расында да не жетпей тұрады, соны табады. Мысалға, мынандай ситуациялар өте көп. Ешқашан ішетін ер адамға жоламайым дейді де, мысалға, немесе менің күйеуім ешқашан ішпейтін болады дейді де, оның күйеуі өмір бойы ішіп өтеді. Ешқашан Шымкентке тұрмысқа шықпаспын осы деп. Өмір бойы ішіп өтеді. Неге? Өйткені анасы ішетін әкесімен арпалысты. И ол қыз кезінде айта алмаса да, әкесін құтқарғысы келді. Ол енді бірақ әкесін құтқара алмады, оған еш нәрсе жасай алмады. Енді ол ішетін жігітті тауып алады да. Оның көп сигналдары болады. Оның ішімдікке құмар екендігінің де. Байқамай қалып. Бірақ ол дәл сол жігітке тұрмысқа шығады. Үйреніп қалған сондай жігітке тұрмысқа шығады. Біріншіден, ол әкесін құтқара алмады, мына жігітті құтқарам деп ойлайды бейсаналы түрде. Екінші, анам әкеме бір жақсы емес, дұрыс емес қарым-қатынас жасады. Сондықтан ол осымен бірге өмір сүрді. Осын әкемді түзете алмады. Ал мен анамнан ақылдымын, мен түзетем деп ойлайды. Бұның бәрі бейсанада болады. Біз көп айтамыз ата-аналарға. Баланың жасы есейген сайын еркіндікті көбірек беріңіз. Киімін таңдауға, тамақты қайсысын ішетін ішпейтінін таңдауға,
қай оқуға түсетін түспейтінін таңдауға, мысалға да расында да өзі достарын таңдауға, тіпті қателессе де достарыменен қателесіп, эмоционалды қандай бір қиындықтарға түсіп, мысалы соны прожить етуге де, тіпті өзің сол сәттегі сезімі қандай сезім болуына, қандай сезімді шығара алатынына. Мысалға ашу шығарса, ашуға орын берілу керек. Бізде көп ата-аналар неменеге ашуланасың, немесе неменеге ренжисің қаршадай болып, иә, неменеге таңғалып аузың ашыласың, сезімге де. Ешқандай таңдау берілмейді, бірақ шектен махаббат бар, шектен тыс бақылау да бар. Қай жердегі атсың, қайдасың, мынаны неге алдың, мынандайын алмадың ба, иә, мына досыңмен мынау маған ұнамайды, олшы мынаумен дос бол. То есть барлық жағынан бақылау. Сонда қыздың санасы дәл осыны махаббат деп қабылдайды. Бірақ ол махаббат арқылы беріп тұрған жоқ. Ол бір қорқыныш арқылы беріліп тұр ата-анадан. Ол махаббат туралы емес. Егер 18-дегі, 19-дағы, 17, 16-дағы қызды ұлды сағат-сағатымен бақылап отыратын, немесе не кигенін қарап, не ішкенін қарап отыратын. Кірдің ба, лифтіға кірдің ба, үйге кірдің ба, есік жаптың ба, тамақ іштің ба. Бұл жерде дәл сондай қыздар көбіне абьюз, яғни кәдімгі контрольда ұстайтын жігіттерге тап келеді. Екінші адамның шектен тыс екінші сыңарын бақылауының оның психологиялық емес, психикалық себебі болуы мүмкін. Бұл психикалық ауытқу болуы мүмкін. Ол үлкен қорқыныштан туады. Бір кездері бір жағдайлардан бақылауды қолынан жіберіп алды. Енді ол бақылауды жіберіп алмау керек. Мысалға да шектен тыс бақылау. Сондықтан екінші сыңарды іздеген кезде сигналдар көп. Бірінші кезекте басқа біреуді іздемеу керек, басқа біреуден іздемеу керек. Менің ішімде не болып жатырдан іздеу керек. Маған кім керек, қандай сыңар керек. Бірде бір клиентім сұрадым да, қандай жігіт керек. 30-ға дейін тұрмысқа шыққан жоқпын деп. Тізімін 58 бас тізім жазыпты. Қасиеттерін. Қасиеттерін, мынандай болса, қасиеттерін, әрекеттерін, жалпы талабы да 58. Сосын айттым, енді дәл осыған 58 талапқа сәйкес келетін сіз қандай боласыз? Оған сізден қандай? 10-ға да толтыра алмады. Сонда адам кейде көбіне иллюзиямен құрады. Маған керек жігіттен талапты иллюзиямен құрады. Жас ұлғайған сайын сондай көбейе беретін шығар талаптар. 25-тен асқаннан кейін, 25-ке дейін меніңше ондай талаптар жаңағы травмалармен тұрмысқа шығып кетеді. Сол махаббат деп ойлап, 25-тен кейін уже түсіне бастайды ол. Қандай жігіт керек екен, немесе қандай қыз екен. Содан кейін де қазір мысалы асықпай тұрмысқа шығу, 30-дан кейін тұрмысқа шығу деген нәрсені айтып тұрсың ғой сен, иә? Получается, талаптар көбейген сайын, жасы да ұлғая берген сайын, талаптар да көбейе береді ме? Талаптың көбеюінің екінші тиімділігі бар. Шықпау. Талапты көбеюдің екінші тиімділігі бұл қалай болғанда да қиындатып, тұрмысқа шығатын жолды қиындату. Ал тұрмысқа шығатын жолды қиындатудың астында травма бар. Оған тұрмысқа шығу дегеніміз, бір көбіне тұрмысқа шықпай жүрген қыздары мынандай сылтау айтады. Сәйкес жігіт жоқ дейді. Қаншайым емес қой ол бір тақта отырған, иә? Дәл соның тағына сәйкес келетін тағы жоқ, не жоқ, жігіт жоқ дейтіндей. Табу қиындай. Шын мәнінде сәйкес жігіт жоқ емес. Оның өзінің ішкі күйіне сәйкес келетін қорқыныштарын жеңетін не жоқ та, жағдай жоқ. Жігіттің қатысы жоқ. Мен ойлаймын да, көпшілік еркектер, бәрі деп айтпай қой, көпшілік еркектер әйелдерден қорқады. Жалпы әйелден қорқады. Сондықтан заң шығарып алады, сондықтан дінмен тыйым салады. Иә? Тыйымдар көп, тіпті мақалдардың өзі қызда қырық үйден тыю деп басталады. Ер адамға мақал жоқ қой. Ер адамда тиятын бір мақал жоқ. Тауып беріңізші. Бар ма? Бірақ қызға нелер көп. Соған қарағанда мен ойлаймын, еркек адам үшін қыз бала, әйел адам бұл анамен проекцияланады. Ал еркек адамдар көбіне
кішкентай кездерінде кімнің жанында тәрбиеде болады? Ананың Анасының жанында жанында. болады. Тыйым салатын да ана, тоқтататын да ана, рұқсат беретін де ана. Сол кейбір тыйым салатын дүниелерінде іштей арпалысатын сияқты ғой. Іштей арпалысады да, алысады, бірақ шығара алмайды. Ана иерархиялық қой, енді оны бата алмайды ғой. Содан кейін бас салып не істейді? Алысады. Сыртқа шыққан кезде уже әйелмен алысады да. Әйелмен алысып жатқанда кезінде жеңе алмаған, өзінікін өткізе алмаған анамен алысып жатқан сияқты. Кезінде өзіне жасаған тыйымдарын қазір әйтеуір заң арқылы, басқа арқылы әртүрлі дүниелерді алып келіп тыйым салады да. Әйтеуір әйел көп талап қоймайды, еркек көп талап қояды. Үйленгеннен кейін ба? Үйленгеннен кейін де, жалпы бірге жүріп жүрген кезде де. Көп жағдайларда. Көп жағдайларда. Әйелдерге сыйлық болса болды. Сау емес санада. Жаңағыдай алдап, жаңағыдай қамқорлығын көрсетіп қойса болды, қайда жүрсін деген сияқты жаңағыдай, арасында бір гүлін алып келсе, соны жақсы деп қабылдайды да, ер адамдар жүріп жүргенде жаңағыдай шектеулер қояды, ұзын көйлек ки, ашық киінбе деген сияқты талаптары көп болады дегенді айтып тұрсыз ғой сіз. Иә, талаптардан бұрын барлық нәрсе негізі шегінен шығып кеткен кезде, шегіне жетпеген кезде қиын ғой, кез келген нәрсе. Кейбір қарым-қатынастар болады, мысалға, жігіт қыз бен жігіт болып жүріп жүрген кезде, жігіт ренжісе үндемей қалады. Игнор. Прямо игнорға салып тастайды. Иә? 3 күн үндемей жүруі мүмкін, 1 апта үндемей қалуы мүмкін, сөйлеспей. Ол боқтамайды, айғайламайды, салғыласпайды, бірақ үндемейді. Ең қауіпті ред флагқа мән беретін болсақ, осы қауіптің біреуі осы адамдар. Неге олар қауіпті? Өйткені біріншіден олар сол үндемеу арқылы 2 есе внимание алады. То есть назарын алады да, екінші тараптың, қыз баланың мысалға. Екіншіден дәл сол жағдайда қыз өзін кінәлі сезінеді. Иә. Үндемей қалды ғой. Уже үндемей қалды, не туралы үндемей жүр ол? Мүмкін жоқ, ер адамның ол жерде сөйлеп қалуы мүмкін кесірі тиіп кетпесін деп ойлайтын шығар. Қазір мен сөйлеп ашуланып, ұрысқа ұласып кетпесін деп. Тағыс бірдеңе айтып отырмау дей ме? Ұрысқа ұласып, иә. Менде ондай болады. Проекциялық бір күй шығып кетіп отыр ойды. Ұрысқа ұласып кетпесін, ашуланып жаңағы қыздың көңіліне тиіп қалатын, жанын жаралайтын сөз айтып қалам ба, ауыр сөз айтып қалам ба, демесе басқа да жанын жаралап алам ба деген секілді дүниеге бармас үшін өз-өзін тыятын шығар, тоқта деп тізгін тартатын шығар. Ал сонда оның жаны қоқыс шашығы ма немене? Сонда ол жігіттің жаны қоқыс шашығы ма? Бәрін жинай беретін. Иә. Сен өзің ішіңе жинаған бықсып жиналады ғой бәрібір ол бір күні. Бір күні шығады. Иә. Не бір жола ешқандай сезімдер болмайтын полный безразличие кетеді бір күні. Иә, түбегейлі. Не болмаса, ол үндемей қалған, ол бір одолжение сияқты да, іште реніш жиналады, іште реніш көбейеді. Көңіл суып қалады. Үндемей. Солай ғой? Иә. Үндемегеннің соңында, ақыр соңында ол жігіттің үндегісі де келмей қалады. Бастапқыдағы үндемеуі оның көңіліне қарап болсын жақсы. Ренжітіп алмайын деп болсын. Біреуді ренжітіп алмайын деген кезде, біреуге бережно, экологично қарым-қатынас жасап жатқан кезде, өзіңізді ренжітіп жатырғаныңызды ұмытпаңыз. Иә. Экологично жеткізу керек қой, ұнатпайтыныңды. Осы жерде сен осы нәрсең ұнамады маған деген нәрсені, иә? Маңызды бар екенін, және сіздің де орныңыз бар екенді білдіру. То есть жігіттің де қызға ғана экологично қарым-қатынас жасау, бережно, бірақ өзін күйрету, ол жеңіс туралы емес, ол немесе джентльмендік туралы емес. Бізде былай үйретіп тастаған, жігіт өзінің ойын айта бастаса, жігітке ренжуге болмайды. Сен жігіт емес пе, неге ренжисің? Сонда ол жігіт бір басқаша физикалық тұлға болып жаратылған, бірақ оның ішінде эмоция жоқ, сезімдер жоқ, іші бос. Ол ешқандай сезімдермен кездеспеу керек. Солай ма? Ол да жылай алады. Ол да қорқады жігітте. Ол да ренжи алады. Ренжуге қақысы бар, орны бар. Ренжісін. Ренжіген. Онан да не туралы реніш екенін сол жерде айтсын.
мен мына нәрсеге саған ренжіп тұрмын. А немесе жігіт реніш көрсетсе қиратып тастау туралы емес. Ренжуге ұялады, жігіт ренішін көрсетуге ұялады. Проблема осында. Ал көрсететін болса, ол ашуға ласып кетуі мүмкін. Өзім басқара алмаймын деген сөз ба сонда? Көп жағдайда басқара алмайды, себебі бізде ер балалардың өкінішке орай эмоцияларын басып өсіреді. Жылама. Мысалға, көз жасы дегеніміз не? Физикалық немесе эмоционалды бір қысым көрген кезде дененің қысымға ұшырауы. Ал көздің жасы сол қысымды жеңілдету. Ол табиғи бөлінеді солай. Ол керек, ол маңызды. Босаңсу. Қайта керісінше жылай алған, жылап уақытында жылап көз жасын шығара алған адам әрі қарай уже қолына тас алып пышақ алып жүгірмейді. Өйткені босаңсиды ғой. Оған оның қажеттілігі тумай қалады. Ал өкінішке орай біздер не істейміз? Көрсеткіздірмейміз, кездескіміз келмейді. Көз жасымен кездескіміз келмейді. Оны кішкентай кезден бастап солай жаңағыдай бір біздің адамның табиғатынан тыс жай бір адамдардың өзінің басынан өздерінің бір қорқыныштарынан құрап алған заңдылықтар бар. Сол правилалармен жүреді. Жігіт бүйтпеу керек, жігіт сөйтпеу керек. Осы уақытқа дейін қазақтың берген тәрбиесі дұрыс емес деп кесіп айта аламыз ба сонда қазір? Кейбір қазақ болсын, орыс болсын, Қытай болсын, кейбір отбасылардағы тәрбие, кейбір түсініктер дұрыс болмауы мүмкін. Егер ол оның өміріне зиян тигізіп жатса. Егер сол болашақ ұрпағының өміріне зиян тигізіп жатса. Бұл жалпы қазақтың деген сөз емес. Қазақ көп, отбасылар көп, ежелден де солай болған, ата-ана көп, ашық саналы ата-аналар болған сол заманда да, және олар әділ жақсы тәрбие бере білген. Барлық жерде бірдей болмаған. Жоқ, біз анатын айтқысы келіп тұрғанындай ғой. Жалпы біздің қазақы менталитетте солай ғой, ұл баланың эмоциясы көрсету деген мүлдем, жылап келсе де, мысалы, төбелесіп келсе, ол жылап ана баладан жеңіліп қалып келіп жылап келсе, оған айтады, не жылайсың, сен жігітсің ғой, барып ор. Қазақтың деген тіркес қай жақтан? Осы айтып отырған нәрселеріңізде қай жақтан? Солай ғой. Мысалы, мен көргеннің бәрі көбісі солай. Жігітке эмоциясын көрсетуге прям тыйым салады. Көпшілік жағдайда. Көпшілігінде. Біз шын мәнінде жабық есіктің ар жағында не болып жатырғанын білмейміз. Және қай тарихта, қай кітаптарда солай прям барлық жерде заңдастырылып бүйтіп жазылған. Онда еш нәрсе жоқ қой шын мәнінде. Біз қаншама отбасылар, миллиондаған отбасылар болды сол кезде. Оларда қандай тәрбие, баласына жылауға рұқсат берген ата-ана да бар. Тымағын қисайтып киіп отырып, баласы еңіреп жылаған кезде арқасынан қаққан ата-ана да болған шығар ежелгі кезде. Яғни жылап ал деп. Жылап ал. Қақың бар жылап алуға деп. Психологияны оқымаса да. Бірақ олар туралы еш нәрсе жазылмаған. Бір сәттерде айтылмаған шығар мүмкін. Бірақ олар бар. Біз көбіне неге мән береміз? Қай жақта тыйым болады, сол жақта керісінше не көп болады да, энергия көп болады да. Тыйым болған сайын қысым көп болады. Соған көп мән береміз. Біздің қазақта осындай жаңағы нәрсе жылатпаған деген нәрсе болса, ол жерде жыламаған, сондықтан ер болған деген сияқтыға. Соған ассоциация жасаймыз да. Бірақ олай емес қой. Шынайы соғыстың алаңында болып келгенде өкіріп, жылап жүріп та, көзінің жасын сүртіп жүріп та, алға деп алып қылышымен немесе жаңағы несімен, найзасымен шапқылаған шығар. Ол көріністі бізге көрсетіп жатқан жоқ қой. Шынайылық окоптың ішінде жатқанда, қазір мына жақта керемет болып бүйтіп ер болып жүргендер, мысалға, ана жерде окоптың ішінде жатқан кезде көзінің жасын сүртіп, дірілдеп, қорқып, қалтырап тұрса да денесінен, сол мылтығын алып алға қарай жүгіргендер бар шығар талай. Біз ол туралы айтпаймыз ғой, бірақ. Біз картинасын, көп нәрсенің қазіргі заманда да сыртқы келбетін көрсеткіміз келе ма? Әрине. Әрине, жылап жүріп ерлік жасағандарды да айту керек та. Жылап тұрса да дегенді. Жақсы. Мысалы, жаңағы айттық қой, белгілі бір травмаларына сәйкес, жаңағы пазл құрастыру үшін мүмкін екінші анасының рөліне кіріп кетіп тұрмысқа шығады деген сияқты, өзінің әкесі сияқты таңдауы мүмкін деген сияқты.
тұрмысқа шығады, екеуі түсінеді уақыт өте келе, жаңағы әйел де еркек те түсінеді. Бізде мысалы махаббатымыз азайды, мүмкін жаңағы жалынымыз өшті, иә. Енді ажырасуға бола ма? Қай кезде міне вот осы моментте біз ажырасуға болады деп айта аласыз мысалы? Қай кезде әлі де жұмыс істеу керек екеуі? Ерлі-зайыпты. Бір андай ажырасуға болады деген сізде мына сигналдар бар ма? Ажырасуға мынандай жағдайда ажырасу қажет дейтін сигналдар болуы мүмкін. Енді ол жаңағы кәдімгі денеңе зорлық келтіруден басқа, әрине ол енді бәріне түсінікті ғой, одан басқа бір қандай сигналдар бар? Ажырасуға болады, ажырасу керек деген. Міне осы кезде міне қыздар осы ажыраса беріңдер деп айта алатын. Тағы да неге қыздар? Жігіттер де жігіттерге де айту керек шығар. Жігіттерге жарайды. Қиын сұрақ, қызық сұрақ болып отыр маған өте. Шынын айтайын. Өйткені мен өзім алдыма келген клиентке мына кез болды, давай беги ажырас деп айта алмайды екенмін. Вообще жалпы негізі жақсы психолог, психотерапевттер ешқашан біреу үшін шешпейді. Дұрыс емес деп айтпайды біріншіден, ажыраспа деп айтпайды. Ол адамның неге ажыраспай, сол қиындықтар көп болып жатса, ажыраспай жүргенінің себебін анықтайды бірге отырып. Немесе қиындық жоқ неке сияқты, бірақ қиындатып неге ажырасқысы келіп жүргенін анықтайды болды. Ешқашан ажырасу бір жақты болмайды. Ешқашан бір жақты қателік болмайды, мен оған сенбеймін. Екінші жақта ажырасып ол кетті ма, оны мен бір страшно бір нәрседен құтылдым, ол керемет, мен мынаяқта бір күшті керемет, енді мынаяқта мен керемет өмір болайын деп жатырмын деген түсінікпен емес, осы некедегі менің қателігім қандай, мен жұмыс жасау керек. Осы некені сақтай алмағандағы менің қателігім қандай. Әрқайсысы өздерінің. Сонымен екі жақта жұмыс істеп қайта қосылса, олар жаңа және дамушы отбасы болып қосылады. Екі есеймеген ересек қосылған болса кезінде, енді екі есейген ересек қосылады. Және олар өздерінің некесінің құнын бағалай бастайды, түсіне бастайды. Мүмкін бір-біріне ашық сөйлесе алмаған болса, енді ашық сөйлесіп үйренеді. Эмоцияларын көрсете алмаған болса, көрсетіп үйренеді. Бір-бірінің ашуларымен кездескен болса, кездестіріп, және оны экологично көрсетіп үйренеді. Мысалға да бір-біріне. Конфликт деген, жанжал дегеннен қорықпау керек. Жанжал болу керек. Жанжал жоқ отбасынан қорқу керек. Жанжал жоқ отбасында эмоция жоқ. Қауіпті отбасы ол. Ол шынайы емес. Бір-біріне дауыс көтеріп ұрсуға болады. Ұрсуға болады. Кейде балалардың көзінше ұрысыңыздар. Балалардың көзінше де ұрысыңыздар. Тек ұрыс жеке басқа тимеу керек. Жеке балағат сөздерге кетпеу керек. Және ол өткенді қазумен болмау керек. Мына шкафты орнынан былай қозғаймын, немесе қозғамаймының ұрсыма, мысалға, тек осының төңірегінде қалу керек. Неге қозғамаймын деп тұрсың, неге қозғаймын деп тұрсың. Қозғағанда қалай болады, қозғамағанда қалай болады. Осы маңайда қалып, және осы жерде шешілу керек. Сол кезде балалар да қақтығыстан қорықпайды. Олар да өзінің эмоциясын шығара алады, қақтығысқа түсе алады, және қақтығыстан шығудың жолын біледі. Барлық адам ұрысу керек дегенге де мен кішкене көзқарасым басқаша. Ұрысу деген жалпы қалай көресіздер өздеріңіз? Мен ұрысу дегенде айғайлағым келеді, күштілеп ұрысқым келеді. Сенікі дұрыс емес. Сосын ол да сөйтіп айту керек. Жоқ, сенікі дұрыс емес. Мен былай ойлаймын. Сен секілді сен биттің деп сөйтіп ұрысқан. Жоқ, оның ұрысы басқаша болуы мүмкін. Осылай күшті ұрысқан сияқты. Оның ұрысы мен сенімен келіспеймін деп жай ғана қатты айтуы мүмкін. Келіспеймін, сен өзің қазіргі дәл осы қазір күйіңмен бір нәрсе жаса, өзің шаруам жоқ деген сияқты. Ол ұрыс емес қой уже. Ол пікірталас дейміз ба, соған келетін сияқты. Жаңағы мен онымен келіспеймін, мынаны бүйтейік, мынаны сөйтейік деген. Ал біздің ойымызда ұрыс деген ол кәдімгі дауыс көтеріп ха деп даян айтпақшы. Тек айғаймен ғана. Мен түсініп жатырмын, сіздерде ұрыс деген нәрсе тек қана демонстрациялану. Эмоциялардың қатты демонстрация болу, импульстардың қатты кетуі тек сонымен ғана. Соны сөйтіп ойлап тұрмыз. Біз емес, жалпы сондай ғой, ұрыс деген, сол ұрыс керіс деген қазақтың сөзі сондай ғой. Жаңағы мен мынаны келіспеймін, мына стаканның орнына басқа стакан тұрсын. Дайын айтады, жоқ, осы стакан тұрсын, маған осы ұнайды деген секілді, ол уже пікір таласқа келетін сияқты, ұрыс емес.
пікірталас дәл осы қазір болып отырған сияқты. Сізбен біздің ортамызда, мінекей арамызда пікірталас болып отыр. Біз бір пікірге таласып отырмыз. Бір пікірдің ұрыс деген қандай болады дегенге. Әркім өз пікірін айтып отыр. Иә. Ал ұрыс деген нәрсе, ол жаңа сіздер айтып отырған дүниенің бір ғана форматын айтып отырсыздар, бір ғана келбетін айтып отырсыздар. Айғайлап қана ұрысу керек деген сияқты да. Адамдар әртүрлі ұрыс алады. Түрлі ұрыс бола алады. Мысалға жаңағына мен мына жерге келіспеймін, қоймаймын десе, екінші қоям деп айтады. Бұл уже пікірталас емес. Бұл уже өзінің позициясын конкретно тығу, ол уже конфликтіға шақырып тұр. Жоқ, мен қоям дейді. Мына шкафты қоймаймын десе, жоқ, қоям дейді. Мысалы, жоқ, осылай қойылу керек дейді. Болды. Мысалға да, то есть сол жерде импульс, пікір талас болатын болса, бір нәрсеге таласады ғой, бір пікірге. Бұл жерде ұрыста болатын болса, ұрыста кәдімгідей эмоционалды қақтығысқа түседі адамдар. И ол жерде біздегі түсінік, дауыс көтеріп кім басым болады деген айғай, ол кішкене дұрыс емес. Тек қана иә. Жоқ, ол дұрыс емес. Ол бір жақты ғана ұрыстың келбеті. Ұрыстың деңгейі болады. Осыған мән берейік. Егер сіздер бір-біріңізді тезірек ести алатын күйде болса, адам ерлі-зайыптылар, ұрыс ең төменгі деңгейде болады. Ең бәсеңгі деңгейде болады. Жаңағыдай екі ауыз сөзбен ұрсады. Мысалға да, екі ауыз сөзбен салғасып қалады. Салғыласу деген келетін сияқты. 10 минуттың ішінде сол салғыласулары қалпына келеді. Ал егер олар бір-бірін естімей жүретін болса, алғашқы қарсылықтарында да естімей жүретін болса, уже олар айғайлай бастайды бір-біріне. Ал айғай естілмейтін болса, олар төбелеседі. Бір ұрысқа біраз уақыт арнадық. Ары қарай кетейік. Бақытқа келейік. Ұрыстан бақытқа сразу контраст. Бәрін жаңағы қысқа уақытта барлығын қамтып үлгерейік дегенім ғой мен. Жақсы. Өйткені көрерменге бір пайдалы контент ұсынайық деп. Бақытты болуға психологияда қандай құпия бар? Психологияның құпиясы бар ма? Бақытты болудың жолдары деген секілді ма? Бақытты болу үшін өзіңді емдеу ғана көмектесе ма? Жақсы сұрақ. Сіз үшін бақыт не, мысалға? Бақыт деген жайлылық шығар. Тыныштық, жайлылық. Өмірдің жайлылығы. Өмірдің жайлылығы неден туады? Жүректің тыныштығы. Жүректің тыныштығы қайдан болады? Өзің ішкі сезімдерің ғой. Сіздің өміріңіз өзіңіз қалағандай деңгейде өтіп жатса, мысалға өте үлкен миллионер, миллиардер адамдар бар, бірақ жүрек тыныштығы жоқ. Ол қаншама қаражат, оларға ешқандай оның жан тыныш, олар түрлі өздерін таңғалдыратын, қызықтыратын керемет нәрселерді ұйымдастыруға тырысады, бірақ сол жерде тыныштық, жайлылық жоқ. Ішкі жайлылық кете ма? Ішкі жайлылық жоқ па? Ішкі жайлылығы жоқ адам ешқашан сыртына тыныштық бермейді. Айналасына. Иә. Ол өзінің полясында, алаңында не дейтін еді? Ол үнемі біреуді жазалап жүреді. Ұрысып жүреді. Ол үнемі ұрысып жүреді. Немесе ол бір нәрселерді үнемі қателіктер мен қиындықтарды көбейтіп жүреді өзінің өмірінде. Ол үнемі көзсіз батырлықтарға барып жүреді. Өмірін қиындатып жүреді жалпы. Ол қиындық іштеп отырған кезде. Ең бірінші кезек жалпы жанның тыныштығы өзіңді танудан келеді. Мен кіммін? Менің әр жасайтын әрекетіңізге іште өзіңіз бұны не үшін жасайын деп жатырмын? Бұл сұрақты не үшін қояйын деп жатырмын? Бұл мен туралы емес па? Мысалы, элементарно өшеді, даже сіздер де өздеріңіздің қойып отырған сұрақтарыңызға мән берсеңіздер, кім туралы сұрақ қойып отырсыздар? Немесе даже қарсыласып, жақтап, мысалы, бір сұрақтарға қарсы пікір білдіріп отырған кезде, жалпы пікір ма, әлде өзіңіздің ішкі дүниеңіздегі нәрсе ма? Бір нәрсені түртіп кеттік. Адам қаншалықты өзінің жан дүниесінде, жанында өзін танитын болса, соншалықты жайлылық келеді. Ол өзін таныған сайын, әрбір әрекетінде, ол өзінің өмірін өз қалағандай ұйымдастыра бастайды. Және оның ішкі қарсылығы азайса, сырттан да оған қарсыласатындар азаяды. Бақыт, мысалға баланы айтады бақыт деп ата-ана. Бірақ сол баланы сорлатып қоятын да өзі.
Баламның маңдайына не дейді, баламның табанына кірген шеңгел менің маңдайыма кірсін дейді. Балам үшін ештеңені аямаймын дейді. Мысалға, өзін бақытты етпеген, өзін риза етпеген ата-ана, ол ешқашан, мысалға, ең қарапайым примерді алайықшы, мысалды. Өзіне 5 мың теңгенің киімін алады. Баласына 50 мың теңгенің қымбат киімін алып береді. Бірақ сосын сол бала ана киімді бір жерге тастап кетті ма, бір жерде қалды ма, ана жер жебіріне жетеді ана бала. Мен өзіме қимай, саған алып бергенде, сен мынаны тастап, бағасын құнын білмейсің, менің еңбегімді қадірлемейсің. Ана балада ана киімді кимеске амал жоқ. Ол киюіне тура келеді, әке-шешесі алып беріп тұрғаннан кейін. Иә? Бірақ ол оны жек көріп жүріп кетті. Өйткені ол киім оған кінә сезіммен байланысты. Ата-анасы бірінші кінә, ол ата-анам маған бергендіктен өзіне алмады. Екінші кінә, ол мен қадірлемедім соны. Сонда өмір бойы ішкі бір күнә сезіммен өмір сүреді. Ал егер сол ата-ана бірінші кезек жақсылықты өзіне жасаса, сол 50 мыңдікін өзі кисін. Баласына 5 мыңдікін, кейін 7 мыңдікін, кейін өзінен төменірек алып беріп отырсын. Бірақ ата-ана бақытты болсын. Оқысын, білімін дамытсын. Өзінің карьерасында қалауларын жасасын. Ішкі не оған энергия көтереді, не қуантады оны. Өзі қалаған кисін. Сол кезде балада анау сезім болмайды. Керісінше ана бақытты ата-ананың жанында ол ең арзан киім кисе де мәз болып жүреді ол бала. Көңіл эмоционалды күйі тойып жүреді ол баланың. Және онда бір сөз болады. Мен есейгенде әкем сияқты болам. Мен есейгенде анам сияқты болам. Есейген өмірден қорықпау. Тура сол сияқты ерлі зайыптылар да жаңа ұрысып, қақтығысып үйде, бірақ бір-бірін боқтамай, бір-бірін төмендетпей, қателіктерін термей, қол көтермей, біреуінікін мен міндетті түрде өзімдікін өткіземін деген позициямен кірмей, дұрыс болса да, дұрыс болмаса да. Ал қайсымыздікі дұрыс, соған тоқталамыз деген позициямен болатын болса, жаңа ұрыстың өзі. Ересек адамдардың сол әрекетінен, ерлі зайыптылардың, балалар неке құрудан қорықпайды. Және некеде қақтығысқа түсуден қорықпайды. Қақтығысқа түсетіндер травма жасыз айтып отырған, өте дұрыс айтасыз. Қандай травмамен келеді? Отбасында көп қақтығыс болған жігіттер уже өзіне жуас қыз іздей бастайды. Уже жуас қыз іздей бастайды. Неге? Сол жуас қыз ол кімді қайталамайды? Мамасын қайталамайды. Мамасы сондай адуын болып, әкесін басып тастаған болса, сол әкесінің ролына кірмес үшін өзіне жуас қыз табады. Бірақ сол жуас қыздан жуанды өзі шығарады. Точно. Неге? Өйткені ол жүректе бір қорқынышпен өмір сүреді. Ол қорқыныш не туралы? Ол унижать етпеу туралы. Ол кез келген сәтте әйелі 2 ауыз сөз қарсы айтса, бітті оны басып тастайды. Бітті оған атака береді. Бітті оны жер жебіріне жетеді. Өткенін қазады, қателігін тереді. Айналып келгенде бір күні ол әйел не істейді сосын? Жарылады. Сөйлейді, жарылады. Не өмір бойы жыртып өтеді, ол да бекер таңдап тұрған жоқ ондай жігітті. Не болмаса бір күні жарылады да, сосын екеуінің рөлі ауысады. Бір күні жаңағы жігіт кезінде жуас қыз таңдаған. Папасының орнында отырғанын өзі байқамай қалады. Жақсы. Жаңа бала туралы айтып қалдық қой. Бала көтере алмау, бала сүйе алмау психологиямен байланысты ма? Әрине, менің алдымда қаншама клиенттер болды сондай жағдай. Мен қолымнан келгенде, келмегенде жағдай болды. Келгендері туралы айтатын болсам, мысалға 4 жыл бойы бала көтере алмаған. Жақында ғана, міне күні кеше ғана босанып отырған клиент туралы айтайыншы. 3 жыл бойы бала көтере алмады. Өзі психолог мамандығы. Ол маған негізі психологиядан оқуға келді да. Сол кезде келген кезде айтты, мен бір проблемам бар, жекеге алып баратын, бірақ мен психологияға сенбеймін деді. То есть мен 3 жылдан бері дәрігерлерде қаралып жүрмін, дәрігерлер ешқандай не жоқ, бірақ мен бала көтере алмаймын деді. То есть екеумізден де ештеңе таппай тұр. Соның күйіне, балалық шағына ұзақ бардық. Көп балалы отбасынан шыққан екен.
бір күні оның есіне, бұл бірден болмайды ғой, ол денеде қалып қоятын сезімдер бар, дене сақтап қалатын жағдайлар бар да. Бір күні сыныптастарымен бір жерге барғысы келеді. Үйде кішкентай балалар бар, мамасы айтады, бауырларыңа қара, мен өйтуім керек, сөйтуім керек деген сияқты. Сол кезде қыз қатты ашуланып анасымен қақтығысқа түседі сол жерде. Сол қақтығысқа түскен кезде анасына айтады, мына баланың бәрін шұбыртып неменесін тудым деп. Сол кезде мамасы айтады, ертең балалы болғанда өзіңде көресің. Сол кезде мен балалы болмаймын ешқашан. Мен ешқашан балалы болмаймын. Кішкентай кезінде айтқаны ғой. Жасөспірім кезінде мен ешқашан балалы болмаймын, маған керек емес бала. Бүйтіп өмірімді қиындатқанша сен сияқты деп ашуланады. Біз сол сәтті есіне түсірген кезде қатты сезімдер көтерілді. Сол сәтке қайта бардық. Сол сәтпен қайта оралса сол сәт не істей алар едіктен сезімдермен кездесті. Терең жұмыстар жүргізілгеннен кейін оның денесіндегі әлгі қысым қалып қойған босады. Ол басқа бір түсінулерге ауысты сол кездегі. Көрдіңіз ба, программа мида қалып қояды ғой, бағдарлама. Сонымен жұмыс жасағаннан кейін Өпелі болды. Таңғаларлық нәрсе, бірақ сөздің әсері. Бірақ ол туралы ұмытып кеткен өзі. Солай айтқанды ұмытып кеткен ғой. Тек сол сәтті біз зерттеп сол жаққа барай. Тұңғышы ғой бұл сонда, иә? Иә, тұңғышы, жауапкершілік көп. Анасы ана баланың да жауапкершілігін бере береді, мына баланың да шаршап кеткен ғой. Бір ең маңызды күн бару керек. Жасөспірімдермен бірге өзінің қатарластарымен кездесу керек. Ол уже дайын. Мамасы айтады, мына балаларға кім қарайды? Парентификация деп айтады. Өкінішке орай көп ересектер, ол ересек, бірақ есеймеген ересек. Өздерінің рөлдерін, өздері соны байқамай балаларына беріп қояды. Бала буыны қатпаған ол рөлді көтере алмайды. Сондықтан ата-аналарға айтамыз, буыны қатпаған балаларға өз рөліңізді сақтаңыз баланың алдында. Өз жауапкершілігіңізді, оны шектен тыс артып. Парентификация ол бала үшін өте қиын нәрсе. Ол парентификацияда, яғни ата-анасының міндетін, ата-анасының рөлін ерте мойнына алатын өкінішке орай ересектер қақтығыста ерлі-зайыптылардың арасында қандайдан туады? Кейде бір үйдің үлкеніне күйеуге шығады да зар еңіреп жүреді кейбір әйелдер. Жаңағы үйдің үлкені отбасындағы балаларының аузынан жырып бауырларына беріп жүреді. Өйткені ата-анасының алдындағы міндетім дейді. Ал оның өйтіп көмегі жасап жүрген, аюдың көмегі, ол сол арқылы ана бауырларын ешқашан саналы түрде есейтпейді. Олар өздерінің өміріне жауапкершілік алмайды. Өйткені олардың өміріне жауапкершілік алатын басқа адам бар. Қақтығыс содан туады, ажырасу да содан туады, мысалы отбасыларда. Бір нәрсе жасау керек. Үйдің тұңғышын алып жылап жүрміз ғой. Қойшы. Әзілдеп жатырмын. Андай бір сұрақ менде. Сіздің алдыңызға көптеген клиент келеді, неше түрлі тағдыр келеді, жаңағындай балалық шағына барасыздар, есіне түсіресіздер. Соншалықты ақпаратты сіз өзіңіздің бойыңыздан өткізесіз. Сізге қиын емес пе? Қалай оның бәрін жуып тазалайсыз? Керемет сұрақ. Біріншіден, мен жасым 50-ге келіп қалды, мен әлі күнге дейін білім аламын. Иә. Бір жылдан соң Алла берсе 50 есігін қағып тұр. Біріншіден, мен әлі күнге дейін білім аламын. Мен қазір Израильда оқимын. Мен қазір Еуропада оқимын. Жай ғана сәттік бір курстар емес, кәдімгі жылдап оқитын оқулар. Мысалы, 3-ші ступеньде, 2-ші ступеньде деген сияқты әлі күнге дейін Түркияда оқимын, жан-жақта оқимын, білім аламын. Білім көп алған адамның миы қартаймайды. Өйткені мидың кебуі болмайды. Өйткені жаңа ақпараттар, жаңа нейрондар қалыптасып отырады. Үнемі қозғалыс, белсенділік. Және менің өсек айтуға, басқа да дүниелерге, бос нәрселерге уақытым кетпейді. Және бұл менің саналылығыма, әрбір әрекетімді өзімнің бақылауыма көмектеседі. Бұл менің өмірімді саналы өткізуге. Бұл біріншіден. Екіншіден, менің өзімнің психотерапевтім бар. Көп жылдан бері мен тұрақты апта сайын психотерапевтке барамын. Міндетті түрде. Ол кәдімгідей ақша тұрады. Психотерапевтке барады. Мен психологтың өзіне психолог керек. Ол міндетті түрде. Өйткені біріншіден бір адамның жаны ең тұңғиық дүние. Одан не шығатынын білмейсің.
қандай жағдаймен кездесетін. Алдыңа келіп отырған клиенттің тақырыбы сенің тақырыбыңмен, сенің әлі ішіңде шешілмеген тақырыппен кездесетін болса, сен слияниеге түсіп кетуің мүмкін. Байланысып қал. Сен оған көмектесудің орнына өзіңе қалай көмектесерін білмей қалу ана жерде көмектесер. Өйткені сенің триггеріңді, сенің тақырыбыңды оятып жібереді. Өзі терапияға бармайтын психотерапевт, ол сауатты терапевт емес деп айтпай қойын, ол экологичный емес терапевт. Не экологичный терапевт өзі бармаса, психолог өзі бармайтын болса. Ол гигант емес, оны білмеймін енді қалай. Сауатты болатын болса, оны үнемі барып тұру керек. Жүйелі түрде. Тақырыбың болмаса да бару керек. Сол жерден тақырып табылады. Өйткені сен психотерапевттің, сен қоқыс шашығымесің. Бәрібір де мен кабинетке кіріп отырған кезде мен білем. Қазір менің клиентім келіп, ол өзінің бір сезімдерімен бөліскен кезде мен қоқыс шашығына айналам. Оның қоқыс шашығына. Ол әлемге айтпаған сырын айтады, ішіндегі күйін айтады. Мысалға да ол ашуымен кездестіреді мені, жалғыз аянышты күймен кездестіреді. Мысалға ол возмущениесімен бәрімен кездестіреді мені. Мен соған дайын болу керек. Бірақ мен оның бәрін жинап қайда апарам? Егер мен оны жинай беретін болсам денемде, отбасыма шығаруым мүмкін. Отбасымның шырқын бұзуым мүмкін. Өзімді деградировать етуім мүмкін. Сонда мен міндетті түрде психотерапевтке барамын. Кәсіби психология енді кіріп келе жатыр ғой. Сондықтан бізде мынандай қиындықтар бар. Психолог сөйлеп отырады да, ол ақыл айтады кәдімгідей. Былай жасама, бүйтпе, мынандай істемеңдер, үйтсеңдер, үйше дінді қосып қояды арасына. Үйтпесеңдер, Алла тағала сендерге сөйтеді, бүйтеді деп қояды еще. Мен солай сөйтіп сөйлеген кезде таңғалам, Алланың қасында қашан болып келген деп. Сіз дінге сенесіз бе өзіңіз? Өзіңіз дінге сенесіз бе? Сенем. Бірақ менің Аллам мен үшін ғана. Әркімнің Алласы жүрегінде. Иә, менің Аллам менің жүрегімде. Ол мен Алла үшін шеше алмаймын. Еш нәрсе айта алмаймын мен. Мен алдыма келіп отырған клиентке айта алмаймын. Былай жасама, саған Алла береді, я немесе саған ал. Мен кіммін? Өзім Аллаға тәуелді болып отырған адамның Алла үшін сөйлейтін. Алла маған сондай рұқсат беріп қойды ма әлде? Сен бүгін барасың былай деп айтты. Алла ол әр адам, мен ойлаймын, әр адамның өзінің жүрегіндегі ол сенімі терең түкпірінде жатқан дүние, ол басқа біреумен қарым-қатынасқа ешқандай қатысы жоқ. Ажырасқан әйелдер немесе ажырасқан ер адамдар жалпы ажырасқаннан кейін өзгереді, жаңағы бақытты болып кетеді деген секілді. Ашылады деген секілді. Бұл қаншалықты рас дүние, бұл пікірмен, бұл оймен қаншалықты келісесіз? Әсіресе әйелдер әдемі болып құлпырып кетеді ғой, баяғы бойдақ күніндегідей. Қызық екен. Мысалға, кейбір әйелдер ажырасқан кезде азып тозып кетеді керісінше. Кейбір еркектерде дәл солай. Кейбір әйелдер шынымен де құлпырып кетеді, расында да. Мысалға, некеге шыққан кезде меншіктеу деген дүние бар. Бағана айттым ғой, контрольден басталады. Меншіктеу, өзін меншіктеуге рұқсат беруден басталады. Еркек меншіктейді әйелді, немесе әйел меншіктейді еркекті, екінші тарап соған рұқсат берген кезде. Ол ажырасқаннан кейін екі түрде әдемі болуы мүмкін. Біреуі дәлелдеу үшін. Иә. Мен сөйтіп ойлаймын бірінші кезекте. Ол саусаналық әрекет емес. Мен екіншісіне келдім. Ол тек қана сырт келбетпен ғана солай әдемі, оның ішкі күйінде дейді ғой жаңағы. Алай-дүлей болып отырған кезде, ол сол алай-дүлеймен жақын шекарасындағы адамдарын кездестіреді үнемі. Тыныштық болмайды да, ол әдеміліктің ішінде тыныштық жоқ. Және ол сол әдемілігімен екінші рет тұрмысқа шығатын болса, қайтадан баяғы орнына түседі. Оның екінші күйеуі немесе екінші әйелі тура бірінші секілді болып шығады. Өйткені ол ішкі жан дүниесі әдемі болған жоқ, сыртымен ғана дәлелдеу үшін әдемі болды. Көрсету үшін, міне мен өлген жоқпын, кереметпін сенен кеткеннен кейін. Осы туралы. Бұл бірінші әдемілік. Ал екінші әдемілік, ажырасу, ол мен неге мына некеде өзімді меншіктеуге рұқсат бердімнің жауабын табу. Және жауапкершілікті тек со жаққа ғана арта бермеу, өзіне алу. Өзінің жан дүниесінде ол сұрақтың жауабы табылған кезде,
менің отбасыма осы формула тән болған екен. И мен анамның жертва күйінде өмір сүруімен мен де бірге сол нәрсені быть преданным к своим родителям деген сөз бар орысшада. Ата-анасына адал болу. Анамның жертва күйінде өмір сүруіне, құрбан күйінде өмір сүруіне мен де соны қайталау арқылы оған адал болдым. Түсінесіз бе? Қиын тақырып та. Немесе мен әкемнің анамды ұратын, боқтайтын күйін біледімін, және мен онымен келіспеймін, бірақ мен де өзімнің әйелімді ұрып соғып, немесе мен де өзімнің күйеуімнен таяқ жедім, себебі менің санам әкемді бәрібір де беделді адам. Ол сонысымен авторитет. Ол сонысымен өзінің дегенін жасай алады. Мен қиналған кезде сол рөлді қабылдадым. Қиындықтан шығатын роль ол әкемнің рөліне ену. Еркек болса. Ал әйел болса көну. Сондықтан екінші жағдайында сау қарым-қатынаста адам өзінің сол некедегі болған неге мен өзімді осындай деңгейге жеткіздім дегеннің жауабын табатын болса, сонымен жұмыс істейтін болса, онда ана екінші сыңары өзімен жұмыс жасамай жүру мүмкін, сол күйінше қалу мүмкін. Бірақ оның уже боқтағаны, айғайлағаны бұған мүлде әсер етпейді. Өйткені ол оның тақырыбы екенін түсінеді да, бұған ешқандай қатысы жоқ екен. Ол өте жайбарақат қарайды да, и сау отбасын құрады әрі қарай. Сау адаммен кездеседі. Және оның өзіндегі өзгеріс, құлпырып кетті ма, бір күн ол құлпырып жүруі мүмкін, бір күн ол шаршап жүруі мүмкін, әбіршіп. Ол әртүрлі болады. Мен әртүрлімін, мен әртүрлі бола аламын, мен өзіме әртүрлі болуға рұқсат беремін. Ол әртүрлі күйде еркін өмір сүре алады. Сондықтан үнемі құлпырып кетті деген жалпылама болмау керек дейсіз ғой. Керемет сұхбат болды. Біраз әңгіме дүкен құрдық десе де уақыт аз болып қалды маған өз басыма. Құрметті көрермен, бүгін бізде подкастымыздың қонағы болған Ғалияш Мақашева. Көп рахмет сізге. Көп рахмет келгеніңізге. Осы адам жанын емдеудегі еңбегіңізге көп рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, алдағы уақытта біздің дәл осы студиямыздан кімдерді көргіңіз келеді, астыға төменге комментарийге жаза кетіңіз. Ал біз сіздермен келесі аптада қайта қауышқанша дейміз. Сау болыңыздар.